Менің денем жас, бірақ тәнім от секілді жанып тұрады. Бірақ мен бұл денем күйеуіме тиесілі еді. Әкемдей көрген адамның арам ойына тап болам деп кім ойлаған? Ол қайын атам, бірақ түрі жас көрінеді. Аула сыпырып жүргенде көз қиығымен қарап қалатын кездерімде болатын. Ұялып тұратын, бірақ шындық сол. Мен оның еркектік иісін сезетімін. Бір күні күйеуім түнгі жұмысқа кеткен. Мен ішкемен жүредім, ұйықтауға дайындалып. Бөлменің жарығы өшік тұр, терезеден ай түсіп тұр. Сол сәтте есік сықырлады. Мен шошып қалдым. Келін деді дабысы жай. Иә, жарығың сөнді ме? Иә, енді жатып жатыр едім. Ол ішке кірді. Қолында бір кесе сүт. Ішіп ал, ұйқыға жақсы болады деді. Сол кезде менің көйлегімнің иығы сәл түсіп кеткен еді. Ол соған ұзақ қарады. Мен байқамай қалдым, ол байқап тұр екен. Кенет ол кесе қойған қолын менің иығыма қойды. Сен әдемісің, келін. Әкеңдей көресің, білемін. Бірақ сенің денең мені жындандырады. Сол сәтте мен оны итеріп жібергім келді, бірақ тұла бойы қимылдамады. Ол көйлегімнің етегінен ұстап жоғары тартты. Мен дір етіп тұрмын. Көзімнен жас емес, от шығып тұрған сияқты. Тоқтаңыз дедім. Өтінем, бұл дұрыс емес. Бірақ ол менің іш көйлегімнің жиегінен ұстап еске бастады. Күнтимең тұсынан ақырын қолмен сипады. Сол сәтте денем еріксіз шымырлап кетті. Тәнім жылап тұрса да, тәнім үміт болар құмырлақты аңсап тұрғанда еді. Менің ішімде екі дауыс айқасты. Жоқ, бұл ұят, тоқтат. Иә, мен әйелмін. Ақыры мен үнсіз қалдым. Ол мені әйел қылды сол күні. Жай жерде, тізерлеп отырған күйі менің ішіме кірді. Сол түні мен келін емес, оның жасырын күнәсі болдым. Бірақ менің ішімде бір түнімен бірге көмілген арнамыз сол күйі тұрып қалды. Күйеуім таңертең үйге келгенде мен жай ғана жымиып шай бердім. Ал менің тәнім түндегі ізден күйіп тұрды. Қалайсың жаным, деді күйеуім. Жақсы. Ол ештеңе сезбеді, сезбесін деп тіледім. Менің денемнен өз әкесінің иісі шығып тұрғанын білсе не болар еді. Ас үйге жүргенде қайнатам тағы кіріп келді. Көзімен денемді шолып өтті. Мен кіріп жуып жатқан едім. Белім майысып тұр еді. Сол кезде ол артыма келіп ақырын сыбырлады. Түнде тәттісің. Мен қалдырып кеттім. Ыдыс қолымнан түсіп кетті, бірақ құмарлық ұятты жеңіп бара жатты. Сол түні тағы жалғыз қалдым. Және ол тағы да келді. Есікті ашпай тікелей. Мен қарсы болдым, бірақ әлсіз болдым. Себебі тәнім әлдеқашан мойынсынып қойған еді. Ол мені сүйіп жатқанда менің көзімнен жас ақты. Сол түні мен қайтадан тірі күнә болдым. Мен сенің тәніңді жақсы көремін, иісіңді ұмытқым келмейді, деді. Мен өз еркіммен берілдім. Иә, сол түні мен өзімді жек көріп, оның төсіне басымды қойып жатып ұйықтап қалдым. Түнде әйел болам, таңертең келін болам. Бірақ мен кіммін шын мәнінде? Менің тәнім оның иісіне үйреніп алды. Жаным жек көріп, бірақ төсегім қайта сағына бастады. Кеше тағы келді, түн ортасы. Ол еш сөз айтпады, тек маған қарады. Қараған кезде мен өзімді әйел сезіндім. Сен менің тағдырыма жазылғансың, деді ол. Бірақ мен қарсы тұрудан шаршадым. Жаныма өрт түсіп, көзімнен жас ақты, бірақ ол жас еріксіз ләззаттың жасы еді. Сол түні тағы да менің ішіме кірді. Бірнеше секундта біз бірге демалғандай болдық. Сол кезде ішімде бір діріл сезілді, баяу, елеусіз. Бірақ мен бір нәрсе дұрыс емес екенін сездім. Менің ішімде бір өмір басталып кеткен жүрегім біліп тұрды. Күйеуім соңғы күндер маған күмәнмен қарай бастайды. Тәбетің жоқ, жылайсың. Түнде шошып оянасың, не болды жаным, бірден айтшы, деді. Мен үндемедім, басымды иіп жай құйып отырдым. Бірақ сол сәтте ішім шым етті. Бір тіршілік қозғалғандай болды. Ол сезді ме екен? Дәрігерге барып кел, деді. Мен жымидым. Әйел адам бәрін сезеді ғой, иә, деді. Дауысы дірілдеді. Ол да бірдеңе сезіп тұрған сияқты. Түстен кейін мен дәріханаға тест алдым. Түнде жуынатын бөлмеде терезеге қарап тұрып екі сызық шықты. Сол сәтте тізем бүгіліп жерге отыра кеттім. Алақанмен ішін ұстадым. Құдайым, бұл кімнің баласы? Сол түні қайнатам үйге ерте келді, түн ортасы.
Ол кіріп келді, бірден байқады. Бұл не? Мен жүктімін. Ол үнсіз қалды бірнеше секунд. Сосын баяу келіп тізерлеп отырды. Қолын ішіме қойды, бірақ ішім ауырды. Және бұл баланың кімнен екенін енді ешкімге дәлелдей алмаймын. Дәріханадан тест кейін 3 күн өтсе де, мен әлі бір шешімге келе алмадым. Қайнатам таныш, күйеуім күмәнмен қарап жүр. Бірақ менің ішімде үнсіз өсіп жатқан кішкентай өмір бар. Және мен оны өмірден құтылғым келеді. Сол күні қаладағы таныс акушер-гинекологқа жазылдым. Апарда алдыр, деді қайнатам. Дауысы салқын, жауапкершіліктен қашқысы келген адамға ұқсайды. Ұрпақ емес, күнә, деді. Жолға шықтым, жол бойы жүрегім атша тулап тұрды. Ауруханаға барып тексеруге бардым. Дәрігер УЗИ аппаратымен қарап отырды да бірден тоқтады. Қанша апталық дедіңіз? 7-8. Бұл 16 апталық, 4 ай. Не? Бұл баланы енді алдыруға болмайды. Заң жүзінде медицинада. Сол сәтте менің алдымнан бүкіл өткен күндерім жүгіріп өтті. Кеш қалғанымды сол кезде ғана толық түсіндім. Аурухананың есігінен шыққанда тынысым тарылып, аспан төңкеріліп кеткендей болды. Менің ішімде өмір. Күйеуім үнсіз қарсы алды. Кешкісін күйеуім келді, бетіме тіке қарады. Менікі ме, деді, бала. Дауысы дірілдеді, мен үндемедім. Тек көз жасым тама бастады. Ол бар даусымен айқай салды. Кімнен айт? Сол түні мен үнсіз қалдым. Үйсіз қалдым, жүкті, қолдаусыз, және кешірілмейтін күнәні арқалап. Ауылға қайттым. Ескі көрпеге оранып, көз жасымен ұйықтадым. Бұл менің өмірімнің шындығы еді. Құмарлықтың соңы жалғыздық пен бала. Мен енді ана болам, бірақ әйел емеспін. Мен күнәнің көлеңкесінде қалған келінмін. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мені арбап алды. Мен шарасыз болдым. Ол мені қорлады деп, еңкілдеп қоя берді. Мен оның көз жасына біраз қарадым да басымды шайқадым. Жоқ, бұлай өтірік айтпа. Сен өз еркіңмен бардың оған. Маған да дәл солай жабысқансың. Сен талайдың астынан өткен салдақсың. Енді бәрін жасырып, кінәні әкеме артып отырсың ба? Сенбеймін, деп ашығыла булықтым. Қыз жылап жалынды. Жоқ, сенсіз өмір сүре алмаймын. Мен сені сүйемін, деді. Бірақ менің жүрегім тасқа айналып кеткен екен. Кет, көзіме енді көрінбе, деп қолымды бір сілтеп сыртқа шығып кеттім. Сол сәтте мен әкемнің де қыздың да сатқандығын толық сезіндім. Қызды қуып шыққанымда біраз уақыт өткен. Өзімді зорға жұбатамын, бірақ жүрегімнен кетпейді. Бір күні кешкісін есігім қайта қағылды. Ашсам, сол қыз. Бұрынғыдай емес, жүзі солғын, көзі жасаурап тұр. Дірілдеген даусымен, жаным, мен саған айтуға келдім, менің аяғым ауыр, деді. Жүрегім атқақтап, демім ішіме тығылды. Не, қалай, деп сыбырладым. Қыз еңкілдеп жіберді. Білмеймін, сенен бе әлде... Кешірші өтінем, біз сезімге беріліп сақтануды ұмытып кетіппіз. Енді не болады? Жер астынан су шыққандай талықсып бара жатқандай болдым. Басыма мың ой келді. Менің балам ба әлде... Ойлаудың өзі жеркеніш, деді. Қыз тіземнен құшақтап жылап жалынды. Жаным, сенсіз мен өлгеннен бірдеймін. Сен ғана менің тірегімсің, деді. Мен жүрегімді ашуға да, сүйіспеншілікке де берілмей тас болып қатып қалдым. Жоқ. Маған сенің сөзіңде, көзіңде жалған. Егер балам менікі болса, енді сенің қасыңда болмаймын. Әкемнің күнәсін көтеріп жүре алмаймын, дедім. Қыз болса еңкілдеп жылап, қолымды жібермей тұрды. Көз жасына қарамай, қолымды жұлып алып артқа шығып кеттім. Көңілдегі дауыс тоқтамады. Егер ол шынымен менің балам болса несе? Жоқ, қанша сұлу болса да, төсекте от болса да, мен мұндай қызды жар етіп ала алмаймын. Мен терезе алдында ұзақ отырдым. Қыздың айтқан сөзі құлағымнан кетпейді. Аяғым ауыр, сенен бе әлде, білмеймін. Жаным екіге арылғандай. Бір жағым, бұл сенің балаң, жауапкершіліктен қашпа десе, екінші жағым, жоқ, бұл сенің әкеңнің күнәсі, жиіркеніш, мұндайды кешіруге болмайды, деп шыңғырады. Анамның жылаған жүзін есіме алдым. Әкемнің көйлегіндегі қызылдалап іздерін, сол үшін анам сырқаттанып ерте кеткен. Енді міне, әкемнің азғындығы маған да жетті. Түнде көзіле алмадым. Тек бір ой ғана миымды қинап тұрды. Егер ол бала шынымен менікі болса ше. Ертеңінде қыз тағы келді. Ішін ұстап жылап тұр. Жаным,
Сенен безсем қайда барам? Бұл бала екеуміздің махаббатымыздың жемісі шығар. Сенсіз мен тіреулікпін деп жылап алдыма тізерледі. Менің жүрегім дір ете қалды. Бір сәт оны құшақтап бәрін ұмытып кеткім келді. Бірақ көз алдымда әкемнің қолы тиіп жатқан сәт елестеп жүрегім айнып кетті. Жоқ, мен саған сенбеймін. Егер ол бала менікі болса да, сенің қасыңда бола алмаймын. Әкем екеуінің араларындағы кірді ешкім жуа алмайды деп айқайлады. Қыз жерге құлап еңкілдеп жылады. Ал мені есік тарс жауып кетіп қалдым. Сол түні ішім жылап отырып ойланып жаттым.